Ассаляму алейкум достар. Бүгін сіздермен өте дәмді үлпілдеген бір жасағаннан шығатын тоқаштың рецептімен бөлісетін боламын. Құрамы қарапайым, жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге бір жұмыртқа және тағы бір жұмыртқаның ағы қажет болады. Жұмыртқаның сарысын тоқаштың бетіне жағуға алып қойыңыздар. Жұмыртқамызға қант саламыз да екеуін жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін тұз саламыз, сұйық майымызды қосамыз және де сүтімізді қосып жақсылап араластырып аламыз. Сүтті жылытып алыңыздар, бізге жылы сүт қажет болады. Кейін аштығымызды қосамыз. Және де алдын ала електен өткізілген ұнды біртіндеп бөліп отырып қосып араластырып отырамыз. Ұнды мөлшерлеп қосып отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне осындай жұмсақ әрі қолға жабыспайтын қамыр иленуі керек. Бетін жауып жылы жерге қойып қойыңыздар. Қамырымыз шамамен 40 минутта көтерілді. Оның ортасында бір басып илеп қойдым. Мен сіздерге ешқандай құралдың көмегінсіз өз қолымызбен ғана шиыршықтап жасайтын тоқаштың 5 түрлі жасалу жолын көрсететін боламын. Қамырымызды қолмен үзіп, шамамен көз мөлшерімен осылай 60 грамм болатындай қамырды алып, қолымызбен шиыршықтап тоқаштарымызды дайындай береміз. Бірінші әдіс, қамырымызды шиыршықтап алып, екі жақ шетін ортаға қарай дөңгелетеміз. Қамырымызды қолмен үзіп алып, барынша қолымыздың көмегімен шиыршықтап созамыз, және де бір-біріне айқастырып, өрілген тәрізді етіп тоқаш дайындайтын боламыз. Бұл бізде екінші әдіс. Тоқаштың жасалу жолының үшінші әдісі, қамырымызды екі бөлік етіп шиыршықтап аламыз да, бір шетін қосып айқастыратын боламыз. Төртінші әдісіміз тіптен оңай. Қамырды шиыршықтап аламыз да, бір шетінен бастап орап, екінші шетін тоқаштың астына кіргізетін боламыз. Достар, тоқаштың бұл жасалу жолдары, әдістері өте оңай, ешқандай оқтауды қажет етпейді. Оқтаумен жайып тұрмайсыздар. Қолдарыңыздың көмегімен тез арада жылдам дайындай қоюға болады. Бесінші әдісіміз, қамырды шиыршықтап алып, екі жақ шетінен сыртына қарай орап, ортаға әкелетін боламыз. Бір жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүт қосып, тоқашымыздың бетіне жағуға дайындап аламыз. Дайын болған тоқаштардың бетін жауып 20 минутқа қалдырдым. Олармен осындай тағы да көтеріліп әдемі формаға келді. Тоқаштың бетін өз қалауыңыз бойынша кунжут немесе мак сеуіп
әсемдесеңіз болады. Дайын болған тоқаштарымызды қызып тұрған пеште 200 градуста 40 минут пісіріп алатын боламыз. Өзіңіздің пешіңіздің қызуына қарап көріңіз. Міне бізде осындай өте дәмді, әдемі тоқаштар пісіп шықты. Өзімізге қатты ұнады. Рецепт өте оңай, сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Менің каналымда тағы да жақсы рецепттер шығады. Лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.